Сәлеметсіздер ме, құрметті менің сүйікті де сүйкімді оқырмандарым. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздер менің арнамнан түрлі тағамдардың рецептілерін және де түрлі тағамдардың пайдасы мен зияны туралы пайдалы ақпараттарды алатын боласыздар. Сондықтан қазақша контентті қолдап, менің арнама жазылып, видеоларым ұнаса лайк басып, пікірлеріңізді де қалдыра кетіңіздер. Ал ендеше кеттік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз банан жайында болмақ, яғни бананның пайдасы және де оның зияны туралы айтатын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Жалпы жеміс-жидек құрамында адам ағзасына пайдалы дәрумендер өте көп. Солардың ішінде бананның 22 түрлі пайдасына тоқталып өтетін боламыз. Бірінші, банан депрессиямен күресуде көмектеседі. Оның құрамында триптофан заты бар. Бұл триптофаннан қуаныш гормоны серотонин синтезделеді. Сондықтан бір банан жеп көңіл күйді айтарлықтай жақсартуға болады. Екінші, банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Тіпті жас нәрестелерде де банан ешқандай гиперсезімталдық, яғни аллергия көріністерін бермейді. Үшінші, сүйектерді қатайтады. Бананның арқасында ағзадағы кальций жиналып тұрады. Қалыпты жағдайда ағзадан кальций сынды пайдалы минералдар зәрмен сыртқа шығып кетіп отырады. Ал банан әсерінен керісінше кальций жиналып, сүйектерді қатайтуға қатысады. Бұл әсіресе кофе ұнататын адамдарға пайдалы. Себебі, біле білсеңіз, кофе керісінше ағзадан кальцийдің шығарылуына септігін тигізеді. Төртінші, ішек микрофлорасын жақсартады. Банан құрамындағы ферменттер арқасында ағзаға тағаммен түскен пайдалы заттар әдеттегіден қарағанда жылдамырақ сіңіріледі. Бесінші, іш қату. Іш қатуы бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу іш қатудан мықты қорғаныш. Алтыншы, банан асқазандағы изжога секілді жағымсыз жағдайдан құтылуға да бірден бір себеп. Жетінші, асқазан жарасы. Банан жегеннен кейін ол асқазан шырышты қабатында қорғаныш қабатын түзеді. Соның әсерінен ондағы қышқылды агрессивті заттар асқазан шырышына зиянын тигізе алмайды. Бұл әсіресе асқазан жарасымен ауыратын адамдар үшін өте пайдалы. Себебі асқазан әртүрлі бөлімімен де орналасқан жараларды жауып, қышқылдан қорғаған сайын оның жазылуы да жылдамырақ жүреді. Сегізінші, диарея кезінде көмек. Диареядан зардап шегетіндерге банан жеу ұсынылады. Бұл жақсы қалпына келтіргіш жеміс. Тоғызыншы, көп жүріп физикалық жаттығулармен айналысып, спортпен айналысатындар үшін балтыр бұлшық етінің дірілінен сақтайтын қасиеті бар. Себебі банан құрамындағы калий бұлшық етке оң әсер көрсетеді. Оныншы, ісінулер. Бананды жиі жеу ағзадағы ісінулерден арылтады. 11-ші, энергия көзі. Егер спортпен шұғылданбас бұрын банан жеп алсаңыз, бұл жаттығулардың эффективті өтуіне септігін тигізеді. Себебі ағзада қант мөлшері көбейіп, энергия жаттығулардың соңына дейін жететін болады. 12-ші, ас қорытылудың жақсаруы. Банан құрамындағы пектин мен хелат тәрізді заттар ағзадан токсиндер мен басқа да зиянды заттарды шығарып, астың жақсы қорытылуына алып келеді. 13-ші, әйелдер үшін банан құрамындағы серотонин және басқа да пайдалы заттар еттекір кезінде оның симптомдарын жеңілдетіп, бұрынғыдан қарағанда қолайырақ өтуге көмектеседі. Егер еттекір кезінде банан жесе, онда нашар көңіл күйден және оның симптомдарынан құтылуға болады. 14-ші, анемия. Қаны аздар үшін банан таптырмайтын тағам. Оның жұмсақ затындағы темір мөлшері айтарлықтай көп болуы анемиясы бар адамдардың тағам рационына қосуға бірден бір себеп болып табылады. 15-ші, жүрек ауруы. Банан құрамындағы көп калий қан тамырлардың жағдайын жақсартып, инфаркт және инсульт пайда болуын жиілігін азайтады. 16-шы, иммунитет. Бананда бар антиоксиданттар және амин қышқылдар ағзаны қолайсыз факторлардан қорғап, қорғаныштық қасиетін, яғни иммунитетті жоғарылатады. 17-ші, бүйрек. Банан бүйрекке ең оң әсер көрсете алады. Пайдалы заттар, микроэлементтер бүйрек қызметіне көмектесіп, құм мен тастардан арылуға көмегін тигізеді. 18-ші, жүрек айну. Банан жүрек айну немесе жүктілер токсикозы кезінде көмектесетін ғажап тағамдардың бірі. 19-ші,
Жәндіктер шаққандағы қышу. Банан қабығы жәндіктер шаққаннан кейін пайда болатын қышуға жақсы көмектеседі. Қабығын ішкі жағынан шаққан жерге біраз уақыт қойса, нәтижесі бірден байқалады. 20-шы ыстықтан қорғаныш. Банан дене температурасын қажет кезде төмендету қабілеті бар. Бұл әсіресе күн ыстық кезде немесе қызба кезінде аса пайдалы. 21-ші шылым шегуді қою. Никотинді тәуелділіктен құтылып келе жатқан адам үшін банан жеу өте пайдалы. Көп мөлшердегі дәрумендер калий, магний ағзадағы қалып қойған никотинді шығарып, темексіз өмірге жылдам үйренуге алып келеді. 22-ші ақыл-ой қызметін жақсарту. Жоғары мөлшердегі калий адамды жаңа ақпарат алып, танып білу жағына қолайлы жағдай жасайды. Бұл әсіресе сабақ оқу немесе емтиханға дайындалу кезінде таптырмайтын құрал. Бананның пайдасы көп бола тұра, оның кейбір адамдарға зияны да бар екен. Жалпы банан зиянды жеміс емес, тек кейбір ауруы бар адамдарға жеуге болмайды. Бананды көп жейтін адамдардың, яғни күніне 4-5-ден көп жейтін адамдардың басы ауырып, ұйқы басуы мүмкін. Сондықтан нормамен жеген жөн. Бүйрегі ауыратын адамдарға да банан көп жеуге болмайды. Өйткені банан ағзадағы суды сыртқа шығарып жіберетін жеміс, ал бүйрекке ағзада судың жеткілікті болғаны қажет. Көктамыры қабынған адамдарға банан аз жеу керек. Жоғарыда айтқанымыздай, бананның ағзадағы суды сыртқа айдайтын қасиеті бар, ал ағзаға су азайып қалса, қан тамыры сусап, қоюланып кетеді. Сондықтан қан айналуы нашарлауы мүмкін. Асқазаны ауыратын адамдарға да банан жеуге болмайды. Өйткені банан асқазанда ұзақ қорытылатын жеміс, ас қорытуы бұзылған жағдайда бананды қорыту қиын болып қалады. Одан бөлек банан қыжылды көтеруі мүмкін. Диабетке шалдыққандардың да банан жемегені жөн, себебі қандағы глюкоза көтеріп жіберуі мүмкін. Салмағы көп адамдарға да бананды аздап жегені дұрыс. Бананның калориясы көп, онсыз да толық адамның одан әрі толуына себепші болуы мүмкін. Сонымен біздің бүгінгі банан туралы қозғаған тақырыбымыз тамам болды. Сіздерге видео ұнайды деген ойдамын. Арнамызға жазыла кетіңіздер. Рахмет, назарларыңызға сау болыңыздар.